Ауzu биллахи минашшайтанирраджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгін мәттің түрлерін өтеміз. Біз алдында мәт дегеніміз не? Мәт дегеніміз ол созу белгісі. Мәт түрлері екіге бөлінеді. Мәт табиғи, мәт ғойри табиғи болып. Қысқа созу және ұзақ созу болып. Мәт табиғи дегеніміз ол екі әрекетке созылады. Яғни, өткенде мен айтқанымдай, әлләдина әмәну. Ал мына жерде бізде мәт табиғидың жасырын түрі белгіленген. Жасырын түрі ол осындай үтір арқылы немесе мынандай и болып келеді. Құраннан мысал көрсететін болсақ, бұл жерде мыналардың бәрі жасырын мәт табиғи болады. Оларды тек қана біз екі әрекетке ғана созамыз. Мысал үшін, инәху, вәләкин, иді, дуғайтум. Осылай созамыз. Мәт табиғиға үйде тапсырма 10 мысал көшіріп жазып оқимыз. Және келесі түрі мәт ғойри табиғи дегеніміз, бұлар ұзақ созу. Бұлардың өзі 6-ға бөлінеді. Әрбіріне жеке-жеке мысал көрсететін боламын. Бірақ Алланың жеңілдігімен бізде Құранда мынандай ирелең белгі болады. Сол жерде біз 2, 4, 5, 6-ға созуға Аллах тағала бізге рұқсат етілген. Мысал үшін бізде Құранда көрсететін болсақ, мына жерде Құранның ішінде өзі сондай әріптің жоғарғы жағынан ирелең белгісімен келеді. Соны біз 4, 5, 6-ға немесе 2-ге созуға болады екен. Аяттың бастарында келеді көбінде. Таппай қалдым ғой. Мына жердің барлығында бізде қысқалар келген. Міне хә дегенде осы жерді 4, 5, 6-ға созу керекпіз. Лә дегенде осындай белгілер келеді. Ол мәт ғойри табиғи деп аталады. Енді мәттің ғойри табиғидің бөлімдерімен біз танысайық. Бірінші бізде мәт муттасыл және мәт мунфасыл деп айтылады. Бұлар 4-ке немесе 5-ке созылады. Егерде мәт әрпінен кейін хәмза және екі сөздің арасында хәмза келетін болса, онда біз мәтті 4 немесе 5-ке созамыз. Мысал үшін, мә 2-ге созамыз, шә-әллаху, мә шә-әллаху. Нана көбірек созамыз. Бимә унзилә, бимә унзилә. Бұл жерде екі сөз ортасында, мынау бір сөздің ішінде. Бұны біз мәт муттасыл және мәт мунфасыл деп аталады екенбіз. Келесі бізде келесі ереже мәт ләзім. Мәт ләзімнің өзі бізде 2-ге бөлінеді екен. Егерде осы созу белгісінен кейінгі әріп сукунмен келетін болса, онда біз ол әріпті созуды 6-ға созады екенбіз. Ясин, әлиф, ләм, мим, қаф. Осыларды біз 6-ға созады екенбіз. Мына жерде ашық жазылуы әлиф, ләм, сукунмен келіп тұр. Ләден кейін ләні 6-ға создық. Кейін мим. Мимнің ішінде иді 6-ға созамыз. Енді кәфәфә. Мына жерде созу белгісінен кейін ф әрпі сукунмен келіп тұр. Кәфәфә. Келесі. Әл-хәққа, әс-сахқа, вәләд-даллин. Созу белгісінен кейін шәддамен келіп тұр. Бізге негізі Алланың жеңілдігі осындай болып келеді Құранда. Келесі бізде бұл жерде толық түсіндірілген. Хәмза болса, жаңағыдай айтып өттім. Хәмза болса созылады.
шәдда сукунды айттым. Сөздің соңында, аяттың соңында. Яғни біз өзіміз аяттың соңы болғанда тоқтау үшін біз әріпті сукун етеміз өзіміз, және одан алдыңғы мәт 4, 5, 6-ға дейін созылады. Мысал үшін бізде Құранды ашатын болсақ, көрініп тұрған жоқ па? Сафия. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موضع جنافا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Осы жерде мынау иді өзіміз созамыз және мынаны м етіп бітіреміз. Өйткені аят бітті. Аят біткен кезде бұл жерде міндетті түрде сукунмен бітеді. Мынау мәтті біз қаншаға? 5-6-ға созып бітіреміз. Мына жерде де сол мәт, мына жерде де сол мәт. Аят біткен кезде осылай созып аяқтаймыз. Бұл біздің созу белгісі. Сөздің соңында, яғни аяттың соңында келеді. Мына жерде уәләхми тойрим мимма ештахун дейді. Енді лин созуы дегеніміз ол лин арз деп аталады. Лин әріптері яй және уау әріптері сукунмен келгеннен кейін осы екі әріп лин әрпі болып саналады. Осыдан алдыңғы әріптер фәтха болатын болса, онда 2-ге немесе 6-ға созамыз. Мысал үшін, ли иля фи қурайш. И әрпінің алдында бізде фәтха болып тұр. Мына жерде аят бітеді, сукун болады мына жерде. Сөйтіп біз мұна нені созамыз. Ли иля фи қурайш. 2-ге немесе 6-ға. Вә әмәнәхум мин хауф. Мынау созылады. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Егер түсінбесеңіздер сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Әрбір мәттің түріне біздер Алла қаласа Құраннан 10 мысал іздеп, тауып, жазып, көшіріп, оны оқып, маған жібересіздер. Алла жеңілдік берсін. Бұл мәттерлер негізі қиын емес. Құранды көп оқи келе ол қалыптасатын нәрсе. Әрбір адам бір нәрсені жасау үшін бастапқы кезде қиналады, кейін тәжірибе арқылы қалыптасады ғой. Сол сияқты Құран да өзі сондай. Оқу арқылы көптеп адам піседі. Алла жеңілдік берсін. Көркем түрде осының барлығын дәптерге түсіреміз, барлығын жазамыз. Былай көшіріп аласыздар, сосын суретке түсіріп маған жібересіздер. Алла жеңілдік берсін. Еш нәрсені қиын деп санамаңыздар. Бұның барлығы жеңіл, оқуға болады. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.